Сәлеметсіздер ме? Сіздерде өткен видеомда уәде еткен қазан тазалаудың оңай жолын көрсететін боламын. Ал сіздер мен каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Егер қоңыраушаны басқаныңызда келесі видеоларым сізге бірінші болып барып тұрады, бірінші болып көретін боласыздар. Ал келесіде мен сіздерге орындықтың үстіне кішкентай көрпеше тігудің оңай жолын, құрақ көрпешенің оңай жолын көрсететін боламын. Ал кеттік. Міне қазанымызды көріп тұрсыз. Міне сары күйіп қалған майларын көріп тұрсыздар ғой, да? Астындағы сары май қатып қалған. Осыларды қазір мен сіздерге оңай кету жолын көрсетемін. Мен оны ешқандай күйдірмеймін, отқа қазанға қайнатпаймын, кіле құйып. Тек қана оңай жолы фиберликтің осындай бір керемет средствосы бар. Духовкаға, плиталарға арналған, жалпы өте керемет, майды жақсы кетіреді. Мен бұл средствоны пайдаланып жүргеніме 3 жыл болды. Менің ойымша 3 жылдан да көп. Өте керемет. Осылай қиясыз, қазаныңыздың түбіне сөйтіп осындай щеткамен, арнайы щеткамен сүртіп шығасыз, жан-жағының барлығына сүртіп шығасыз. Мен ешқандай фиберликте жұмыс жасамаймын. Менің бұл тек қана пайдалы кеңесімен сіздермен бөлісіп жатырмын. Өзі жуатын жаңағы неменен осылай жағып қоясыздар. Май болған жерлері осылай ағарып көпір шығады. 7-8 минутқа қойсаңыздар болады. Егер сіздердің қазаныңызда май көп болса, сарғайған жері көп болса, уақытын ұзақ қойсаңыз болады. Әрде және құйын құрасаңыз болады средстводан. Егер майыңыз көп болса, 10 минутқа қалдырыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз. Сосын арнайы посуданың қыратын сыммен жақсылап қырсаңыз, егер майыңыз көп болса, ал осындай қазаныңыз майы көп болмаса, жай ғана матамен жуа салсаңыз тез кетеді. Бұл средство өте күшті, керемет, аппақ болып шығады осылай. Мен көп фирманың осындай май кетіретіндерін пайдаланып көрдім. Көп бұндай результат менде болған жоқ. Осы фиберликті пайдаланғаны 3 жыл болды. Менің ас үйімнен ешқандай фиберликтің осы май кетіретіні жоқ болып көрген жоқ. Барлық кезде мен ас үйімде осы тұрады. Неге көргеніңізде қазаныңыз аппақ тап-таза болып тұрады. Сіздер де осылай алып жасасаңыз болады. Қандай керемет, өте керемет. Бұл канал, менің каналым тек қана бұл лайфхактар емес, құрақ тігудің түрлерін көрсететін боламын. Шаш үлгісі, ас мәзірі, кез келген әйел адамның үй жағдайында істейтін шаруаларды, пайдалы кеңестер көрсететін боламын. Ал сіздер өзіңізді не көргіңіз келеді, не білгіңіз келеді, мен комментарийма жазып кетіңіздер. Мен келесі видеомда міндетті түрде сол сіздің сұранысыңыз бойынша видеолар салуға әрекет жасаймын. Тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыз.